үміткер енді ұрсып шағып сөйлеп жатыр ғой, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Қош келдіңіз Айшолпан. Рас енді әке-шешесіне айтпаған екен, значит, мен ойлаймын қыздың бұрыннан да әке-шесімен де өз бетімен қабылдайтын шешімдер бар деген сөз бұның бойында, значит. Свое я дейді ғой, былай айтқанда. Бірақ енді бүгін көріп отыр ғой, әке-шесі айтылады деген сөз. Қош келдіңіз. Әпкесіне айтқан екен, әпкесін тыңдаған қыз бала, мен ойлаймын, сіңілсіз ғой енді, жолдан адаспайды. Сонда керемет адамгершілігі бар ер азаматқа келіп отырсыз, бірақ бір маған ұнамағаны бәріне келісіп отырсыз. Ол дұрыс емес нәрсе. Мен көнемін, мен осындаймын. Өзіңде жасың 24-ке келген қызсың ғой тұрмысқа шығуға. Сенде нақты өзің талаптарың болу керек. Сонда айтып өт мұқтар. Ақерке? Жоқ, жерде Ақтөре прям тұрмысқа шығайын деп жатқанда ата-ананың батасын алу деп айтып кетті да. Көшеде де обычно жігіттермен танысады, сол кезде әрқайсысын ата-анасына айтып өтпейтін шығар. Бұл жерде тек халықтың алдына келген дегені ғана болмаса, енді бір жағынан дұрыс емес те шығар, айту керек еді, бірақ сондай бір үлкен проблема көріп тұрған. Дұрыс емес деп айтшы, сен өйтіп сөзіңнен секірме. Дұрыс па? Ақтөре, мен нақты айта аламын, сіздің дәл қазір үміткерге қатты сөйлеп отырғаныңыз дұрыс емес. Қатты сөйлеп отырмын. Кішкентай қыз оның үстіне бірінші рет эфирге шығып отыр. Ата-анасына айтпаған шығар. Дұрыс. Просто әке-шешесіне айтып келген дұрыс та, болашақ үміткерлерде. Олжас. Қош келдіңіз. Үміткерге өйтіп кінә тағудың қажеті жоқ. Жігітті ұнатып келіп отқан шығар өзі. Болашақта енді ұнатып ата-анасы да көреді ғой, бәрі жақсы. Әке-шешесі екеуінің арасына жақсы отса, батасын по-любому береді. Айтыңызшы, Диана ханым, болма? Рұқсат па? Ақтөре, мынандай мәселе ғой, дұрыс енді. Ақтөре бойың болайын деп отыр дегенге кішкене күш қуатың тасып кетті ма, қатты сөйлеп қалған жерлерің бар негізі. Бірақ айтып отқан нәрсең дұрыс. Жоқ, айтып отқан нәрсең дұрыс. Ата-ананың разылығын алу керек. Бірақ ата-анасының разылығын алып келген адамдардың өзінде кейде біз өз сөзімізбен зиянымызды тигізіп, бетін қайтарып қоямыз да, сондай нәрседен аулақ болайық. Кішкене қыз жаңадан келіп отқаннан кейін, мүмкін біз бүгін поддержка жасап, жақсы сөйлеп, жоқ, ержігіт былай жіберсек сөзді бөлмей қоя тұршы, бауырым. Жоқ, бөлгім келіп тұр, бар ғой. Жарайды, ашуланбай қой, бауырым, сабыр сақта. Сен бар ғой. Сөзімді аяқтай салайын, Диана ханым, бола ма? Мен саған айтайын, өйтіп түрткілемей, сен бойың болайын деп отыр екен, қатты сөйлеп қалыпсың. Мен саған әнші балапансың деп жүрген жоқпын ғой. Жоқ, ол әнші балапан деп айтасың ба, ол өзіңе байланысты бауыр. Жоқ та, әркімнің өз пікірі бар ма? Мен өз пікірім осындай, сен өз пікіріңді айт. Жоқ, сен бүгінгі пікірің ашумен айтылып отқан. Ашумен айтып отқан жоқпын, жай айтып. Сабыр жігіттер, қойыңыздаршы, дегенде бағдарламамызды ұрыс керістен кеше де бастап жатырмыз. Поддержкасы қолдап жіберсек, мүмкін ата-анасы разылығын беріп қалар деген ниет қой менде. Ержігіт, мен саған айтайын, тағы да бір рет айтамын, жаңағында личкаға сен бойың болайын деп отыр екен, бүйтейін деп отыр екенсің ғой деп тиіспей қой, жарай ма? Бауырым, сен өзің істеген іс-әрекетің дұрыс емес екенін біліп отырсың. Мен не үшін дұрыс емес, сонда мен әке-шешесінен бата алмай келді. Ашумен сөйлеп отқаның көрініп отыр, барлығына көрініп отыр, бауырым. Әке-шешесінен бата алмай келді деген дұрыс емес па не? Жоқ, мен саған дұрыс нәрсені айтып отырсың деп отырмын мен саған. Рахмет жігіттер, Айдана, рахмет. Енді жаңа белгіні көрсеттім ғой, жағымпаздық деген. Негізі толықтай көрсетілген белгі сол Ақтөреге кішкене арналғанда. Кешегі ситуациядан кейін просто қараңызшы, айта кетейін шынында осы жерде. Кеше ана жерде мен сен адалдас бола алмайсың, сен андайсың, мындайсың деп қаралады да, сосын барып уже отырғаннан кейін, ой, Дана, барлығы нормальный ғой, я деп келеді. Мен былай айтамын, егер де Ақтөре сен мені халықтың алдында жаман қылғың келсе, одан кейін маған келіп, мына жерде өтірік жағымпаздың қажеті жоқ, хорошо? Оған өте қатты енді кішкене ренжідім. Өйткені менің ойымша, қандай барсың, сондай бол, жақсы ма? Және де Айшолпан, қош келдіңіз. Негізінен керемет жігітті жаңағы таңдап келіп отырсыз. Мұхтарды барыңыз өте қатты жақсы көреміз, сыйлаймыз. Және де менің ойымша сіздің ата-анаңыз ешбір қарсы болмайды. Өйткені мынандай жігіт таңдаған қызға ешбір ата-ана қарсылық бермейді. Асқат мырза. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Өте әдемі екенсіз. Сізге сұрағым, үй шаруасына қалай қарайсыз? Бірінші сұрағым. Үй шаруасы. Тамақ жасау жағынан ба? Тамақ жасау, үй жинау үшін. Жақсы. Өзім жасай аламын. Екінші сұрағым, Мұхтардың 4 иті бар да? 4 иті. Біреумен міндетті түрде таныса сонымен. Ол жай ит емес шығар. Жай ит емес, ол бірінші андай бақылайды. Жаман болсаң қабат, жақсы болсаң бүйтіп не істейді. Сол кісілер деп, сол 4 итке тамақ. Сізді қапты ма? Жоқ, қаппады мені. Сол 4 итке таңертең тұрып тамақ істеп беруге қалай? Диана ханым, мен айтайыншы бұл жерде. Осы сұрақты қойған кезде мен постоянно айтқым келеді. Асқат кішкене сұрақ қоятын кезде бағанасы бар сұрақ қойшы. Қандай қыз тамақ істей алмаймын деп осы жерде айтады. Қандай қыз үй шаруасына жаманмын деп айтады. Дұрыс қой? Диана ханым істей алмаса да істей аламын деп айтады. Иә, сол ғой.
сұрақ қойып кетейінші. Иә. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Негізі өте тамаша жігітке келіп отырсыз. Мынандай сұрақты бізде Мұхтар мен оның братишкасы Асқар бәрі екеуі бірге тұрады да. И кейін оның талабында да бар. То, что олар бір шаңырақта екі келіннің басын ұстап отырамыз деген. Негізі қазақта айтады ғой, бір қазанға екі жаңағыдай адамның басы сыймайды деген сияқты қылып ше. Соған сіздің Жоқ, мен просто ол мақалды дұрыс жеткізе алмай тұрмын, бірақ сіз мүмкін түсініп тұрсыз, мен айтқанымды. Соған көз қарасыңыз қалай, кейін сіз абысыңызбен бірге бір үйде тұра аламын деп ойлайсыз ба? Әрине бірге тұра аламын деп ойлаймын. Білгенімді үйретіп, білмегенімді үйренуден ешқашан қашпаймын. Онда тұрған ешнәрсе жоқ деп ойлаймын. Ол жас. Айшолпан ханым, қош келдіңіз. Өте керемет жігітке, романтик жігітке келіп отырсыз. Енді білесіз ғой Мұхтардың спортқа жақын екенін. Сіз қаншалықты спортқа жақынсыз? Максимум тренажерный зал деп айта аламын, бірақ прямо қатты спортпен шұғылданбаймын. Жанахан, бірдеңе айтса кетсем бола ма? Гүлназым Хамрақұл. Просто қарап отырмын, барлығы жақсы, барлығы керемет болып жатыр да, бірақ бір картинаға ұқсас болып жатыр мына жерде ше. Қазір барлығына көніп жатсыз, барлығына иә деп айтып жатсыз да, бірақ кейін таныстық болған кезде бірден өзгеріп шығатын адамдар болады да. Сол үшін қазірден бастап өзіңіз айтсаңызшы, бәріне келісе бермей. Я, олай болады, былай болады деп жатсыз. Одан кейін таныстық басталғаннан кейін Мұхтар мынандай екен, Мұхтар андай екен деп шығуының қажет жоқ. Сіз өмірде осындай адамсыз ба, әлде просто Мұхтарға ұнау үшін ғана бәріне келісіп отырсыз ба? Мен бәріне келісіп отырмын деп ойламаймын. Енді тамақ жасау, ата-енемен бірге тұру, бауырларымен бірге тұру деген ол бір аса бір талап деп мен өзім ойламаймын. Егер жаңағыдай Жана ханым, мен айтып болған жоқпын. Егер жаңағыдай ешқайда шықпайсың, араласпайсың, өйтпейсің, бүйтпейсің деген талаптар болса, мен қарсымын. Бірақ ата-анада енді бұл жерде бір әлі ондай бір керемет талап айтылып жатқан жоқ. Сол ата-анамен бірге тұрудан басқа әлі сәлеметсіз бе Айшолпан, қош келдіңіз. Мен де осы сұрағым осыған қатысты еді. Өзіңіз негізінде ер азаматтың бойынан қандай қасиеттерді жоғары бағалайсыз? Өзіңіздің талаптарыңызды айта кетіңізші. Адалдық, ең бірінші адал болса, еңбекқор болса, және де үлкенді сыйласа, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Және де отбасы болған кезде ең алғашқы, ең бірінші сыйластық болу керек. Ол махаббатта бәрі де ол уақыт өте келе қалуы мүмкін, бірақ сыйластық бірінші орында тұру керек мен үшін. Диана ханым, қайырлы күн. Қош келдіңіз. Енді жасы 24-ке келген қыз ата-анасына барып, бата алып, ондай қатты бір үлкен бір рұқсаттың керек емес деп ойлаймын. Өйткені өзінің өмірін өзін шешетіндей жасқа келді да негізі. Сізге сұрағым жоқ, Мұхтар мырзаға сұрағым келіп тұр да. Осы бізде қысқа кию мәселесі всегда сондай тема қозғалады ғой. Сол кезде сіз ойыңызды айтпайсыз да. Үнсіз қала ма? Иә. Сіздің ойыңызды білгім келіп отыр. Қысқа киюге вообще қалай қарайсыз негізі? Ал Мұхтар мырза. Мен үндемеймін, потому что нейтрально қараймын ол жаққа. Керек жерінде қысқа кисе болады, керек жерде үлкендерге қонаққа барсақ, обязательно ұзын. Жанахан, осы ата-анаға қатысты айта кетейінші, кейін кезде ата-анадан сұраудың қажеті жоқ, андай мынайды айтып жатсыңдар да. Жаным әшейін 24-те ма, қаншадасыз? Әлі жап-жас қой, істеп жатқан әрбір қадамыңызды ата-анаңызға айтып отырсаңыз, ол жаман нәрсе ма? Просто келіп жатсыз, мына жерде қанша миллион халықтың алдына шығып жатқаннан кейін ата-анаңызға айтып, осына Мұхтар деген жігітке бара жатырмын деп бір ауыз ескертсеңіз, ол өте жақсы деп ойлаймын. Мына жерде кейбір қатысушылар кәдімгідей үндесе отырсыңдар, сұраудың қажеті жоқ, жеке тұлға ғой деп. Бұл мен тастап кеттім жаңа ата-ана жайлы. Мына жақта Нұрсұлтан айтып отыр, бәрің айтып жатсыңдар ғой. Сендер хоть 24-ке келсеңдер де, 25, 30, 40, 50-ге келсеңдер де ата-аналарыңмен ақылдастырғандарың дұрыс, мен сендерге айтайын. Ақтөре, сенікі дұрыс, бірақ мынадай нәрсе ғой, бата ал дегені бар ғой, кішкене дұрыс емес, бірақ ескерту керек еді. Бірақ Инстаграмда да мысалы отырғанда жігітпен танысады, оны әрқайсысын ата-анасына айта берсе, ол кішкене ыңғайсыз көрінеді негізі. Инстаграммен, көшемен, нақты шатастырмасаңдар, халықтың алдында туған туысқандары көріп отыр. Әке-шешесін айтып жатқан жоқ емес, айтып жатыр сен әке-шешеңді. Сен әке-шешеңді көріп отыр, кішкене болса да көңілі қалып қалады ғой. Әке-шеше жайлы айтып кететін болсам, мен бұл шешімді қабылдауға өте аз уақыт кетті маған. Өйткені өзім кішкене ұялдым біріншіден, және де шешімді бүгін таңертең қабылдадым десем де болады. Және мен адам ұялатындай, әке-шешемді жерге қарататындай, ақылдасатындай еш нәрсе жасап жатқан жоқпын. Ернұр мырза. Менің таңдауым. Қош келдіңіз. Және айтып жіберейінші, егер бізде бәрі жақсы болып жатса, ешқандай ата-ана қарсы болмайды деп ойлаймын. Сол ғой енді адам ұялатындай ештеңе істеп жатқан сол үшін сөйтіп айтсаңыз ата-анаңыз да қарсы болмайды. Рахмет Ақтөре, Ернұр. Ата-анамен хабарласуға аз уақыт болып қалды. Сол үшін
айта алмай үлгермей қалдым, шынымды айтсам. Мен жасырып қалайын деген ойым болған жоқ. Қош келдіңіз. Сіз Мұхтарды ұнатып келдіңіз ба негізі? Иә. Ертеңгі күні ата анаңыз қарсы болып жатса, эфирға сіз қайтадан келесіз ба? Ол жігітке байланысты, шынымды айтайын. Жоқ, бәрі атанан қарсы болады деп айтып кетті. Қарсы болып жатса. Давай былай келсек, иә, жігіттер, қыздар. Қазір біз таныстық жақсы жалғасып жатса, эфирдан шығып, Айшолпан екеуміз ата-анасына видеозвонокпен звондаймыз. Мен ата-анасымен өзім сөйлесейін. Қаршы? Мені таңдап осындай қыз келді. Мен таңдауын сыйлаймын, рұқсаттарыңызды берсеңіздер, осы қызбен ары қарай таныстықты жалғастырсақ деп. Керемет. Өте керемет. Индира ханым, Зухра ханым. Эфирге дейін Мұхтар қасыма келіп, энергетикаңызмен қалай ойлайсыз ма, үміткер қашан келеді деп отқан, айтуға ұмытып. Сосын мен айтқам, келеді жақын арада дедім. Сосын мүмкін бүгін шын жүрекпен тілеш қазір дедім. Жүректің ішіндегі жүрекпен тілесең келеді деп едім. Соны сала қойып еді, міне келе қойды. Сонда керемет қол. Рас па, Мұхтар мырза? Дұрыс. Алдында бәріміз куә болдық қой, то что Индира ханым Ержанның сәбиін, болашақ сәбиін анықтаған кезде қалай интуициясы бар екен. Содан кейін Индира ханымға жақындап, үміткерлер осы көп келмей кетті, маған қашан келеді деп ой пікірін білгім келген ғой. Диана ханым, негізі мына жерде Мұхтарға сұрақ қойғым келіп тұр да. Осы сезон проект басталғалы бері сізге бір үміткер келген кезде сіз кездесуге ондай болған жоқ сізде. Екі үміткер келді, бірақ та сіз осы жерден қайтарған болатсыз. Мен есімде барын айтайын да енді. Бірақ көбінесе Айнұрмен, жаңағы тағы бір қызбен, Айгеріммен сен осы эфир барысында өзің симпатияң танытып кездестің, иә? Сол қырыңнан ғана көрдік та сені. Ал сен, мысалы, қазір шымылдықты ашқаннан кейін үміткермен танысасың ғой енді. Сен үміткерден қадам күтесің ба, или өзің қадамдар жасауға дайынсың ба? Или сен тек андай жігіттер болады ғой, охотник деген сияқты. Өзіне ұнаған қызға ғана қадамдар жасайды да, ал келген үміткер өзім менің көңілімді өз ауласын деген сияқты да дүниелер болады да. Ер жігіт всегда бірінші қадам жасау керек. Қараңыз, бұл қыз халықтың алдына шығу деген қыз баласы үшін өте қиын нәрсе да. Бұл қыз сондай қадам жасап тұр. Мен бұл қыз үшін енді 10 қадам, 100 қадам жасауыма дайынмын. Өйткені қараңыз, бірінші келген үміткер ол менің талабыма сай болған жоқ. Ол тұрмыста болған, босаға аттаған қыз болды. Сол үшін мен шымылдықты ашпадым. Одан кейін уже осы жерде ара қатынас бір қыз ұнағаннан кейін өзімнің сөз салдым, таныстыққа ұсыныс жасадым. Одан кейін үміткер келген жоқ. Просто мен сол жерде байқаған кезде андай болды да, сен саған көңіл қатты бөлсе, қыз қатты бөліп кетсе, сенде бір интерес жоқ болып кетсе ма, сондай болып кетеді екен, оказывается. Сен өзің добиваться еткенді ұнатасың. Ол жас Аружан, сіздерде барлығы жақсы ма? Не күлкі, не әңгіме? Әлде біз сіздерге кедергі келтіріп отырмыз ба? Рұқсат болса шығып қайтыңыздар, сөйлесіп, іштеріңізді ақтарып келіңіздер. Диана? Сәлеметсіз бе, Айшолпан, қош келдіңіз, өте әдемі қыз екенсіз. Сіз көңіл көтеретін түнгі клубтарға барасыз ба? Мен түнгі клубтарға бармаймын. Салонға да маникюр, ресницы дегенді де жасатпаймын. Демек, табиғилықты қолдайсыз қолдан келгенше. Мұхтар мырза, оған деген көзқарасыңыз? Көзқарасым түзу, ол жақсы екен қыз баласы үшін. Ал енді сондай бір табиғи сұлу қыз келіп тұр екен, шымылдық ашуға қалай қарайсыз? Қуана. Қуана, онда шымылдық ашылсын. Жанымды тербеші, need you baby, қасымнан кетпеші, love you baby, сөзіме тек сенші. I love you baby, бағымсың берілген, I need you baby, болшы тек менімен, I love you baby, let me love you baby. Шымылдық ашылды. Ал, Мұхтар мырза, Айшолпан осы. Өте сүйкімді. Өте сүйкімді, қарапайым, күлкісі де өзіне жарасымды. Қысқасы сізге ұнады. Ұнады. Енді егер тек қана сыртқы келбетке келетін болсақ, тоқталсақ, барлығы көңілден шықты. Иә, бәрі тамаша. Айшолпан, сізде барлығы ойдағыдай ма?
Иә, өзім күткендей. Өзіңіз ойлағандай, өзіңіз күткендей. Тамаша. Ал енді сұрақ біз... Бола ма Диана ханым, сұрақ қойсам? Иә, Айшолпан тағы да қош келдіңіз. Жаңа енді мына жақта әңгіме болып кетіп сізге толық айта алмай қалдым ғой. Жалпы сөйлеген сөзіне қарасақ, қыз қылығымен білінеді дейді ғой. Бір қылық эмоциясына қарасақ, өте мәдениетті қыз келген сияқты негізінде. Тәрбиесі, тәртібі бар. Мұхтар енді шымылдық ашылғаннан кейін эмоцияны көрсетіп қойдың, кәдімгідей жүрек бір кілт етті ау деймін негізі. Ол рас. Ол рас деп. Керемет. Бағдат мырза. Рахмет Диана ханым. Мұхтар өте сабырлы, салмақты бауырымызға бір өте ибалы қыз келіп отыр. Мен де Мұхтар үшін қуаныштымын. Жаңа Хамо мен Индира айтып кетті ғой, сіз келе салып барлығына көніп жатсыз деп. Менің ойымша ол дұрыс, көніп жатқан ештеңесі жоқ. Келін ата енемен тұрғаны дұрыс, өзінің тәрбиелігін несін көрсетіп жатыр деп ойлаймын. Жоқ, Бағдат мырза, бұл жерде былай ғой. Айшолпан айтқан кезде жарайды. Я мен ата енемен тұруға қарсы емеспін. Бірақ деген сөзде болу керек қой қыз балада. Бірақ осындай талаптарым да бар менде. Я мен үй шаруасына қарсы емеспін. Бірақ осындай нәрселер жасай алмайтын дүниелерім де бар деген сияқты қыз баланың өзін кішкене көрсетсе екен деймін. Я мен көне берем. Жоқ, көне берем емес. Ол жерде тек ата енемен тұруға қарсы емессіз ба деген сұрақ қойылды. Басқа артық сұрақ қойылған жоқ. Сосын үй шаруасына қалай қарай істей аламын барлығын деп отыр. Болды басқа. Бағдат мырза Хамон айтқаны кейін тағы да осындай қасиеттер шығып қалмаса дейді. Жай бәрі әдемі болып келатқанда артынан осындайлар дұрыс. Бағдат мырза, енді бірақ та сізге енді сұрақ қараңызшы. Енді ата-анамен тұру ладно ол, иә, өте дұрыс нәрсе шығар, бірақ та абысын қалайша екі абысын бір үйге сияды деген ой ғой. Кей жағдайда ата-анамен сыйыспай жатқан келіндер мен жаңағы күйеулері бар ғой, например, ұлдары. Сіз қалай ойлайсыз? Бір үйде үш келінде тұрып жатыр ғой, үш келінде әп-әдемі тұрып жатыр. Ол кішкене бұрынғы заманда болған, түсінесіз бе? Бұрынғы заманда емес, қазір де тұрып жатыр. Мен өзімнің көршім тұрып жатыр мысалға. Егер мен абысын болып тұра алмаймын деп айтайын десе, ол тұрып көрмеген да, әлі білмейді қандай болатын. Және де Индира ханымның сұрағы біртүрлі болды негізі. Мен ата-анамен тұруға дайынмын, бірақ деген зат болу керек деп. Неге? Оның бірағы жоқ шығар. Ол шынымен де жан жүрегімен қалайтын шығар бірге тұруды. Бізде жарнама, Индира ханым, жарнамадан кейін Нұрсұлтанға берер жауабыңыз және сырласуға бірақ міндетті түрде баратын сияқтысыздар жарнамадан кейін.